Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем, бұл Hamid Official YouTube арнасындағы кино шолу айдары. Бүгін Marvel'дің жаңа кейіпкеріне айналған Morbius киносына шолу жасайтын боламыз. Айтпақшы достар, біз сюжетті фотосуреттер арқылы көрсететінімізді жақсы білесіздер. Егерде фильмнен видео үзінділер алып қойсақ, YouTube платформасы кейде авторлық құқықты бұздыңыз деп ескертуі мүмкін. Бұл біздің арнамызға қауіпті болғандықтан фотосуреттер арқылы қысқаша түсіндіріп өтеміз. Ендеше бастайық. Майкл Морбиус есімді 10 жасар жігіт сирек кездесетін қан ауруына зардап шегіп, ауруханада төсек тартып жатады. Оның қасына Люсиан есімді тағы бір науқас бала келеді. Екеуі танысып болған соң, Майкл Люсианды Майло деп атай бастайды. Ал Люсиан болса, Майло деген маған дейін осы жерде жатқан науқас бала, неге мені Майло дейсің деп сұрайды. Майкл болса, мұнда жатқан балалардың бәрін Майло дегем, мен тіпті бірінші Майлоны да есіме түсіре алмай тұрмын деп жауап береді. Майкл досына біздің ДНК-мыз біртүрлі, тіпті кез келген уақытта өліп кетуіміз мүмкін деп айтады. Екі науқас жігітке ауруханадағы Николас есімді дәрігер жақсы қарап, өкіл әке болады. Аппараттың ішін ашып, ручканың пружинасын жалғап, аппаратты қайта іске қосады. Майло жаймен есін жинайды. Мұны көрген дәрігер, Николас, сен ғалымдар ойлап тапқан аппаратқа жай ғана пружинаны жалғап, адам өмірін сақтап қалдың. Бойыңда бір талант бар. Сені Нью-Йорктағы дарынды балаларды оқытатын мектепке жіберемін дейді. Осылайша Майкл мектепке оқуға кетеді. Ал досы Майлоға, досым Майло, мен оқуға кеттім. Жақсы оқып, екеумізді емдейтін дәрі ойлап табам. Біз бұл аурумен өліп кетпеуіміз керек. Біз емделеміз бұйыртса деп жазып хат қалдырады. Майло хатты оқып үн-түнсіз қалып қояды. Оған дәрігер Николас қарап тұрады. Арада 25 жыл өтіп, Майкл Морбиус жасанды қанмен науқастарды емдейтін жаңа жобаны ойлап табады. Оның ойлап тапқан жобасы көптеген науқастарға жаңа өмір сыйлайды, және осы еңбегі үшін Нобель сыйлығына ұсынылады. Марапатты Швеция королі ұсынайын деп тұрған сәтте, Майкл бұл атаққа қызықпай, керісінше бас тартады. Көпшілік мұны күтпеген еді. Майкл ауруханада дәрігер болу жұмысын жалғастырады, алайда өзі балдақпен зорға жүреді. Оның әріптесі Мартини есімді дәрігер қыз Майклға күн сайын қан құйып тұрады. Себебі Майкл қансыз өте әлсіз болып жүре алмайтын еді. Мартини Майклдың лабораториясына кіргенде қамауда тұрған жарғанаттарды көріп аң-таң болады. Майкл жарғанаттың қанымен адам қанын араластырып жаңа эксперимент жасамақшы болғанын айтады. Және Мартинидің көзінше бір жарғанатқа тәжірибе жасап, қанын алып тышқанға құяды. Алайда тышқан сол мезетте өліп кетеді. Тәжірибесі сәтсіз аяқталған Майклдың көңіл-күйі түсіп кетеді. Мен осы тәжірибені іске асыру үшін тірі жүрмін. Осы тәжірибе оң болса, досым Майло екеуміз аман қаламыз дей бергенде, мейірбиге келіп, Анна есімді науқас қыздың жағдайы ауырлағанын айтады. Мартини мен Майкл науқас қызға барып қан құяды. Қыздың жағдайы қайта қалпына келеді. Сол уақытта Мартини өліп қалған тышқанның қайта тұрып кеткенін көріп, Майклға айтады. Майкл тәжірибесі жүзеге асқанын көріп, досы Майлоға барып, қуанышты хабармен бөліседі. Майлоның үйіне кірсе, дәрігер Николас досына қан құйып жатқанын көреді. Үшеуі кездесіп әңгімелеседі. Майкл досына, мен жаңа тәжірибені іске асырдым, енді екеуміз де жазылып кетеміз дейді. Майло оған риза болып, біз аман қаламыз досым, өлгенше сенімен біргемін деп қолдау білдіреді. Майкл теңіздің үстіндегі кеменің ішінде тәжірибесін жүзеге асыруға кіріседі. Әріптесі Мартиниді жанына алып, қан алмасу процестерін сынап көреді. Сәтті іске қол ұрғанын білген соң, Мартини Майклдың арқасына жарғанаттың ДНК-сынан алынған қанды уколмен құяды. Майкл төсекке жатады және әріптесіне қолдарын байлап қоюын өтінеді. Мартини оның қолдарын байлайды. Кенет Майклдың денесі дірілдеп, ауырсынуды сезіне бастайды. Сол мезетте кеменің қарауылы кіріп келіп, бұл жерде не болып жатыр деп сұрайды. Мартини болса, бұл жерге рұқсатсыз кіруге болмайды, шығыңыз деп қарсылық танытады. Екеуі бір-бірімен сөзге келіп қалады. Ал Майкл төсектен атып тұрып басқа кабинетке кіріп кетеді. Мұны байқаған қарауыл оның артынан кіріп көрмекші болады. Мартини екеуі Майклдың жоғарыда жарғанат секілді асылып тұрғанын көріп шошып кетеді. Қарауыл рация арқылы басқа да адамдарды көмекке шақырады. Ал Майкл жоғарыдан төмен түсіп жүзін көрсетеді. Оның жүзі өте қорқынышты еді. Қарауыл оған қару кезеніп ата бастайды. Ал Майкл оған қарсы шығып өлтіріп тастайды. Мартини қорқып кетіп есікті жауып шығып кетеді. Майкл қарауылды өлтіріп, оның қанын ішкен сәтін Мартини көріп таң қалады. Сол уақытта дабыл сигнал қосылып, Майклға қатты әсер етеді. Ол қамалып қалған кабинеттен жан-жаққа қашып жүреді. Көмекке келген кемедегі басқа жігіттер қолдарындағы қарумен оны ата бастайды. Мартини ол жігіттерге қарсы тұрамын дегенде, бір қарауыл оны итеріп жібереді. Мартинидің басы столға соғылып есін жоғалтады.
Майкл секунд сайын жан-жаққа қашып үлгеріп, қарсыласқан жігіттердің бәрін өлтіріп тастайды. Оның жылдамдығына көз ілеспейтін еді. Тіпті қарауылдар атып үлгере алмай қалады. Бәрін қырып жатқанын көрген кемедегі бір адам байланысқа шығып көмек сұрай бастайды. Майклдың қуаты азайып, есінен танып қалады. Оянған сәтте өзін айнадан көріп, түсінбей қалады. Оның дене бітімі сымбатты болып, балдақсыз емін-еркін өзі жүре алатын еді. Оны көріп өз-өзіне таң қалады және әріптесі Мартиниді іздеп табады. Қараса, кеме ішінде өзі өлтірген адамдардың денесін көреді. Камераны артқа айналдырып, кеме қарауылдарын аяусыз өлтіргенін көреді. Сол сәтте рация қосылып, жәрдем күштері келе жатқанын естиді. Майкл өзіне салынған дәрінің қалған капсуласын алып, кемеден суға секіріп кетіп қалады. Ертесіне кеме ішінде ФБР агенттері Саймон Страут пен Эль Родригестер келіп, болған оқиғаның орнын көре бастайды. Агент Саймон Майклдың қолымен жасаған қағаз жарғанатын тауып алып, ойланып қалады және дәлелді материал ретінде өзіне алады. Майло кемедегі жағдайды жаңалықтардан көреді. Сол уақытта дәрігер Николас келіп, жағдайың жақсы ма? Ауруыңды 1 мен 10 шкала арқылы бағалашы дейді. Майло болса 11 деп жауап береді. Бұл уақытта Майкл Морбиус ауруханаға келіп, Мартинидің палатасына кіреді. Әріптесінің жағдайы тұрақты екенін көріп, өзінің лабораториясына оралады. Лаборатория ішіне кіргеннен соң дәрінің әсері кетіп, әлсірей бастайды. Бұрынғыша жүре алмай қалады. Майкл складқа зорға жүріп барып, ішінен бір қан құйылған затты ішіп алады. Ол қайта өз күшіне еніп, еркін жүре бастайды. Қуаты тасып тұрған Майкл Морбиус қабырғалардан жүгіріп, секіріп, өз-өзін тағы да сынап көреді. Қаншама жылдардан кейін аяққа тұрып, сауығып кеткеніне риза болады. Осылайша қамауда тұрған жарғанаттардың ішіне кіріп, оларды ұстап көреді. Жарғанаттар Майклды бөтенсінбей үстіне қонып жүреді. Ол өз тәжірибесін диктофонға жазып, жаңа қуатқа енгенін, ауруынан айыққанын айтады. Алайда жасанды қан 6 сағатқа ғана әсер ететінін түсінеді. Майкл басқаларға зиян тигізбеу үшін өзін бір кабинетке қамайды. Сол уақытта досы Майло лабораторияға келіп, Майклдың жаңа бейнесін көреді. Майкл қамалған бөлменің терезесіне қан деп жазады және әлсіз күйде жерге жатып қалады. Майло тез арада қанды әкеп досына береді. Қанды ішкеннен соң қайта қуаттанып, өз аяғымен тұрады. Мұны көрген досы, сен дәріні тауыпсың, маған да берші досым дейді. Майкл болса, мен бұл дәріні қолданып вампирге айналдым, жазықсыз адамдарды өлтірдім деп айтады. Майло болса, ең бастысы біз жазылып кетеміз досым, маған да бер дәріңнен деп тұрып алады. Майкл, жоқ, бұл дәріні қабылдап сен де вампирге айналасың, сосын адам өлтіресің, бере алмаймын деп жауап береді. Ал Майло, сонда сен тірі боласың, ал мен өлемін, солай ма? деп сұрай бергенде, Майкл қайта вампирге айнала бастайды. Майло, кет бұл жерден деп досын қуып жібереді. Майло досының түрін көріп, шошып кетіп қалады. Агент Саймон ауруханада жатқан дәрігер Мартинидің алдына барып, кемедегі оқиға бойынша бірнеше сұрақтар қояды. Ал Мартини есінде ештеңе жоқ деп жауап береді. Сол күні түнде ауруханадағы мейірбикені біреу өлтіріп, қанын ішіп кетеді. Азанда ауруханада оянған Майкл дәлізде бір жағдай болғанын естиді. Шығып қараса, белгісіз мейірбикенің өліп жатқанын көреді. Майкл мұны мен істедім деп өзінен күмәндана бастайды. Осылайша заттарын жинап, ауруханадан кетпекші болады. Бірінші этажға түсіп кетіп бара жатқанда, агент Саймон келіп, Майклды сұраққа алады. Алдын зорға жүретін едіңіз, қазір жағдайыңыз жақсы сияқты. Іздеген еміңізді тапқан секілдісіз дейді. Сол кезде агенттің телефонына осы ауруханада бір әйелдің өлі денесі табылғаны туралы ақпарат келеді. Саймон Майклды тұтқындамақшы болған кезде ол қашып кетеді. Морбиус аурухананың ең төбесіне дейін қашып шығады. Алайда агент Саймон оны ұстап полицияға тапсырады. Камераның ішінде жатқан дәрігер Морбиус жақын арада қан ішпесе әлсізденіп қалатынын есіне түсіреді. Агент Саймон оған сұрақтар қояды және кемеде тауып алған қағаздан жасалған жарғанатты көрсетеді. Мынау сіздің хоббиіңіз, дәрігер Морбиус. Сіз кемедегі 8 адамды өлтірдіңіз. Оны түсінеміз, бірақ ауруханадағы мейірбикені не үшін өлтірдіңіз? Ол әйелдің бала-шағасы бар еді деп сұрақтар қоя бастағанда, Майкл өзін жаман сезініп, камераға қайта оралады. Камера ішінде отқанда сізге адвокат келді деп хабарлайды. Қараса досы Майло келіп Майклды қуантады. Майло досына бұл жерден сені алып шығамын, сен қылмыскер емессің дегенде, Майкл мен шықсам адам өліміне себепші боламын, одан да қамауда болғаны дұрыс деп жауап береді. Майло кетерде пакеттегі бір дана қанды тастап кетеді. Ал кетіп бара жатып сүйретіліп келген балдағын сол жерге қалдырады. Мұны көрген Майкл балдақты ұстап тұрып, Майлоның вампирге айналғанын түсінеді. Себебі Майло балдақсыз жүре алмайтын еді. Майкл жынданып қанды ішіп алады және абақтының қабырғасын бұзып қашып кетеді. Қаланы іздеп жүріп, досы Майлоны табады. Майлоның жағасынан ұстап, сен менің ескертуіме құлақ аспай вампирге айналдың, мейірбикені де сен өлтірдің дейді. Майло болса, енді не істеймін, өлімімді күтіп жатуым керек пе еді? Біз вампир емеспіз, Майкл, біз күші мен құдіреті көп адамдармыз дейді.
екеуі келісе алмай төбелесіп кетеді. Тіпті метроның астына түсіп жаға жыртысқан сәтте полицияшылар келіп тоқтатпақшы болады. Майло олардың бәрін қырып салады және Майклға қарап тұрып, біз қалаған күндер келді, біз бірігуіміз керек дей бергенде Майкл ол жерден кетіп қалады. Майло артынан қуып келген сәтте жылдам келе жатқан пойыздың алдына түсіп ұшып кетеді. Ертесіне Майло дәрігер Мартиниді аңдып жүреді. Агент Эль Родригес Мартинидің артына түскен сәтте дәрігер қашып кетіп автобусқа отырады. Автобуста оның қасына келіп Майкл Морбиус жайғасады. Майкл әріптесіне мейірбикені және полицияшыларды Майло өлтіргенін айтады. Ал оны ұстау үшін сенің көмегің қажет дейді. Екеуі кафеге барып әңгімелеседі. Майкл сол кезде белгісіз екі жігіттің белгісіз бір лабораторияға ұрлыққа түсетінін естіп қалады. Дереу сол жігіттердің артынан жүріп отырады. Жолдан жедел жәрдем көлігінен түскен дәрігерлердің сумкасынан бір пакет қан алып алады. Ал лабораторияға барған соң жаңағы жігіттердің сазайын береді. Ішіндегі біреуі Майклдың вампир түрін көріп, сен кімсің өзі дегенде, Майкл, мен Веноммын деп жауап береді. Жігіттер қорқып қашып кеткен соң лабораториядағы техникаларды біріктіріп, ойындағы жоспарына кіріседі. Бұл уақытта Майло түнгі клубқа барып, белгісіз бір қызға қырындайды. Оны көрген клубтағы жігіттер Майлоға тиісіп кетеді. Өзін зорға ұстаған Майло түнгі клубтың сыртында сол жігіттерді күтіп шыққан сәтінде үшеуін де өлтіріп қандарын сорып алады. Мартини түн уақытында лабораторияға келгенде Майло оны күтіп отырады. Ол Мартиниден досы Майклдың қайда екенін сұрайды. Дәрігер оны көрмегенін айтқан соң Майклды көрсең сәлем айт деп кетіп қалады. Мартини лабораториядағы керекті заттарын алып шығып кетеді. Ал полиция оның үйіне келіп іздеп таба алмай кетеді. Ол Майкл Морбиустың қасына келіп, өзінің мысығына тамақ берер кезде қолын қанатып алады. Қанды көрген Морбиус вампирге айнала бастаған сәтте Мартини оны тоқтатады. Екеуі лабораторияның төбесіне шығып, біраз әңгімелеседі. Майкл Мартиниге сезімін білдіреді, ал бұл сәтте оларға Майло қарап тұрған еді. Ертесіне агент Саймон клубтың алдында қайтыс болған жігіттердің барлығының қанын вампир ішіп тастағанын біледі, ал камерадан оларды Майло өлтіргенін көреді. Дәрігер Николас Майлоның үйіне келіп, оның вампир түрін көріп шошып кетеді. Сол кезде Майло, сен әрқашан Майклды бірінші қойғансың, мен ойламағансың деп дәрігерге өз ренішін айтады. Николас болса, мен әрқашан сенің жаныңда болғанмын, сенің мына ісің дұрыс емес дей бергенде Майло оның денесін тіліп тастайды. Дәрігер жарақат алып жерге құлайды. Бұл уақытта Майкл вампирге қарсы улы дәріні ойлап табады. Біреуін досы Майлоға, ал екіншісін өзі қолданбақшы болады. Мұны білген Мартини оған қарсы болған сәтте Майкл, мен өлмесем күнде адамды жеп жүретін болам. Мен вампирмін, әр нәрсенің соңы бар деп жауап береді. Көп ұзамай дәрігер Николас оған қоңырау шалып, тезірек келуін өтінеді. Морбиус жылдам ұшып келген сәтте дәрігер Майлоны тоқтат деп айтып жан тапсырады. Морбиустың құлағы алысты жақсы еститін еді. Оның құлағына Мартинидің көмекке шақырған дауысы естіледі. Ол дереу ұшып келген сәтте ғашығының жаралы денесін көреді. Мартини Майклдың ерінен тістеп аз ғана қанын ішеді, алайда өлім құшады. Мұны көрген Майкл ғашығының қанын ішіп вампирге айналады. Морбиус жынданып тұрған сәтте досы Майло келеді. Майкл, қарашы, әлемде екеуміз ғана болуымыз керек, бізге ешкім кедергі келтіре алмайды дей бергенде Майкл онымен төбелесіп кетеді. Екеуі биік ғимараттардан құлап бара жатып бір-біріне қарсылық танытады. Майло қарсыласы Морбиусты өлексе етіп ұрып жер астына әкеліп тастайды. Шамасы қалмаған Морбиусқа жарғанаттар көмекке келеді. Майкл Морбиус жарғанаттарды басқара отырып Майлоны жерге құлатады және улы дәріні досына тығып алады. Досы өліп бара жатып, Майкл кешір мені деп соңғы сөзін айтады. Полиция қылмыс болған жерге келген сәтте бір топ жарғанаттармен бірге Морбиус аспанға ұшып кетеді. Бұл уақытта оның ғашығы Мартини вампир болып оянады. Фильм соңында өзге әлемнен келген Марвелдің кейіпкері Стервятник Манхэттендағы түрмелердің бірінде пайда болады. Естеріңізде болса, бұл кейіпкерді Өрмекші адам үйге оралу фильмінен көргенсіздер. Ал екінші тизерде дәл осы кейіпкер Морбиусқа жолығып, бірге жұмыс жасауды ұсынады. Яғни алдағы уақытта Морбиустың екінші бөлімі бұдан да қызық болатынына күмән жоқ. Тіпті екінші бөлімде Өрмекші адамды көріп қалуымыз да мүмкін. Достар, Морбиус фильмін баршаңызға көруді ұсынамыз. Сюжеті, түсірілімі, актерлардың ойнау шеберлігі өте жоғары. Алдағы уақытта көпшілік көріп үлгермеген жаңа фильмдерге шолу жасайтын боламыз. Достар, бұл Хамид Official YouTube арнасындағы кино шолу айдары. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Ерлан Ибатбек. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар достар.